Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Photoshop арқылы осындай постер сияқты немесе обложка сияқты логотип жасаймыз. Ол үшін мына жерде машинамыздың суретін қойып аламыз. Расширение 1:1 ғой, x1x 1x. Осылай қойып аламыз. Так ет. Сәл артқа қойын. Осылай тұра берсін. Енді біз мына жерге суретті наложение қылып қоямыз үстіне. Окей. И мына жерде обычныйды умножение қылып қоямыз. И мына жерде карта градиенті деген басамыз. Қара мен ақ түсті таңдаймыз. Ақ түсті сәл бүйтіп қойып аламыз. Окей деп басамыз. И мына жерде текст жазамыз. Жоқ, бұл жерге designer деп жазып қоямын. Текст белый. И астына Toyota Camry. Сәл 25-ке қоя салайын. Осылай үлкейтіп қоямыз. Бір қара жүрейін. Примерно осылай қойып қоямыз. Егер цветін қойып аламыз. Сәл түсі сарғыштау екен. Окей дейміз. Енді жерге тағы да енді Жанболат деп жазамыз. И шрифт мына жер автограф деген. Жанболат дейміз. Бұның цветін аққа қойып аламыз. Осылай центрге қойып аламыз. Осылай қойдық. Сәл ашылмай тұр, ашылу үшін артындағы фонның сәл қарайту керек. Ол үшін бай жасаймыз. Кисточканы аламыз. Осылай бір жасап шығамыз. И Ctrl-T дейміз да. Күтеміз. Осыны апарып төменге қойып қоямыз. Мінекей. Қатты кетіп қалған сияқты. Вот так. Осылай қойып аламыз. Енді мына жерге тағы да бір сурет наложение қойып қоямыз. Бұның бәрі мен төменде сілтемеде қойып қоям. Сол жерде жүктеп алсаңыз болады. Бұны негізі мен неден қарап жасап жатырмын. И сол жерден де алдым бүкіл файлдарды. Photoshop tutorial деген канал бар. Сол жерде жақсы үйретеді, бірақ сөйлемейді ол жерде. Тек просто әшейін көрсетіп отырады и қандай кнопка басу керек екенін мына жерден картинада көрсетіп тұрады. Сөйлемейді да жалпы. А мен де сөйлеп түсіндіріп сіздерге ашып беріп отырамын. И перекрытие қойып қоямыз. Осылай и бәрін выделить етіп аламыз.
либо жақындатамыз. Мына жерде лассоны аламыз да, өстіп соңғысы қалды. Осы жерде әдемілеп туралап аламыз. Ctrl-S, Ctrl-V дейміз. Мынаны өшіріп тастасақ болады. Достар, қараңыздар, біз жасаған жұмыс өте әдемі шықты. Мына жерін сәл дұрыста жүрейін. Ұнамай тұр. Мына жерлері. Мінекей, достар, қараңыздар, біздің жасаған жұмысымыз өте легкий и әдемі болып шықты. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Осылай практиковать етіп көріңіз, сіздерге қолдарыңыз үйреніп, тезірек дамуға пайдасы тиеді. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.